Ыбырай Алтынсарин әңгімелері қазақ прозасының алғашқы үлгілері болып саналады. Педагогтік ағартушылық мақсатына орай, ол төл әңгімелерінде тәрбиелік мәні зор тақырыптарды көтерді. Қазақ балаларын ең алдымен адал еңбекке баулып, өнер іздеуге, сол жолда талпынып, талабын шыңдауға шақырды. Ата-ана мен бала қарым-қатынасы немесе ізгілік, үлкенді құрметтеу жайы, адал достықты ардақтап, жамандық пен надандықты әшкерлеу, жалқаулықты сынау, сондай-ақ аударма туындыларында да негізінен оның әңгімелеріндегі негізгі өзекті проблема болды. Осындай әлеуметтік тәрбиелік мәні зор, көкейкесті мәселелердің көтерілуі, ағартушылық, гуманистік сарын оның әңгімелерінің халықтық сипатын белгілейді. Ыбырай Алтынсариннің ағартушылық, жазушылық шығармашылығы орыс әдебиеті мен мәдениетімен тікелей байланысты. Ол орыс әдебиетінен көптеген туындыларды аударған алғашқы қазақ аудармашысы. Хрестоматияға енген бірсыпыра әңгімелерді де ол белгілі орыс педагогтері Ушинскийдің, Пуальсанның оқулықтарынан алып аударған. Оқулықта ұлы жазушы Толстойдың да балаларға арналған бірнеше туындыларының аудармасы бар. Ыбырай аудармаларының өз ерекшеліктері барлығы есте болу керек. Сол әңгімелерді аударғанда Алтынсарин барлық жерде түпнұсқасын бұлжытпай, сол күйі аударуды принцип етіп қоймаған. Кейде тақырыбын, кейде сюжетін, кейде баяндау әдісін өзгертіп, қайткен күнде де қазақ өміріне жақындатып, қазақ балаларына түсінікті баяндауды негізгі нысана еткен, дейді Қажым Жұмалиев естелігінде. Тілі жатық, оқиғасы қазақ балаларына етене жақын, әрі ұғымды Ыбырай аудармаларын халық сондықтан да ағартушының төл туындысындай қабылдаған. Бір уыс мақта, талаптының пайдасы, түлкі мен ешкі, таза бұлақ, әдеп, үнді, алтын шеттеулік, тағы басқа аудармалары осындай туындылар қатарына жатады. Еңбекті ардақтау идеясымен қатар, ағартушы әңгімелерінде жас ұрпақты адамгершілікке тәрбиелеуге байланысты басқа да алуан тақырыптар бейнеленген. Педагог ретінде тәрбиеге ерекше мән берген Ыбырай Алтынсарин бұл ойын көптеген әңгімелеріне арқау етті. Бұл ретте Атымтай Жомарт, Қыпшақ Сейітқұл, Бақша ағаштары, Мейірімді бала, Асыл шөп, Жаман жолдас әңгімелері елеулі мәнге ие. Оқырмандары балалар болғандықтан, әңгімелерін көбінесе әке мен баланың, қыз бен шешенің, бала мен баланың шағын диалогтарына құра отырып, Ыбырай сөз аяғын адамгершілік, мейірімділік, үлкенге ізет жасау, сабырлық, адалдық жөнінде тәрбиелік тағылымы зор қорытындылар мен түйіндеп отырған. Ыбырай Алтынсарин төл туындыларын жазғанда да, орыс және Европа халықтары әдебиетінен аудармалар жасағанда да, ең алдымен ол туындылардың балалар ұғымына сай, олардың қиял ойын шарықтатарлықтай қызықты да тағылымды болуына баса назар аударған. Сондықтан ағартушы әңгімелерінен балалар әдебиетіне қойылатын негізгі талаптардың барлығы да, атап айтқанда, шығарма көлемінің шағындығы мен құрылысының қарапайымдылығы, тілінің таза, түсінікті, әрі шырайлылығы, танымдық тәрбиелік мәнінің жоғарылығы, оқиғалардың балалар ұғымы мен жасына сай, көркем, әрі қызықты баяндалуы, балаларға тән мінез, әрекет, ой-қиялдың табиғи шынайы ашылуы, тағы басқалар толық көрінеді. Асан мен Үсен, бай баласы мен жарлы баласы, Сейіт, аурудан аяған күштірек, секілді балалар, сондай-ақ әке мен бала, шеше мен бала, тағы басқа әңгімелеріндегі кейіпкерлер өздерінің ортасына, жасына лайық оқиғаларда, жағдайларда көрініп, балаға тән алуан мінездері мен іс-әрекеттері мен шынайы танылады. Оқырманның Ыбырай Алтынсарин әңгімелерін оқи отырып, ерекше бір сырлы, нұрлы дүниеге, балалар әлеміне енгендей болатыны да сондықтан.